Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін кафедегідей суши үй жағдайында жасауды үйретемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ортасындағы начинкасына мен осындай крабовый палочкиді пайдаландым. Маған 6-7 таяқшасы жеткілікті болды. Осыны 4 бұрышта етіп майдалап туралап шығамыз да ыдысымызға саламыз. Енді осыған бетіне аздап укропты туралап жібереміз. Одан кейін 2 шай қасық майонезімізді салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Шым-шым тұз сеуіп жерді ұмытпаңыздар. Енді начинкамызды бір шетке алып қоямыз. Қияр бізге 1 штук қияр жеткілікті. Осыны видеодағыдай ұзыннан таяқша етіп туралап шығамыз. Ортасындағы босанған дәндерін алып тастаймыз қыздар. Күрішті мен алдын ала суға пісіріп дайындап қойдым. Жай суға пісіресіздер, тұз саласыздар және де аздап сұйық май қосып қайнатып аласыздар күрішті. Кез келген күрішті пайдалансаңыздар болады. Енді бұл бізде нори для суши деп аталады. Мен бұны супермаркеттен сатып алдым. Сіздер де қарап көріңіздер. Осының үстіне күрішімізді салып шығамыз. Қолдарыңызды сулап, күрішті қолдарыңызбен басып, үстіне жайып шығасыздар әдемілеп, бір келге етіп. Осыған енді огурцымызды ұзыннан қоямыз. Одан кейін творожный сырды кондитерский пакетке салып, осылай үстіне қойып шығасыздар ұзыннан. Одан кейін начинкамызда крабовый палочки қосылған, осыны да жайғастырып шығамыз. Енді осыны ораймыз. Бір рет қысасыздар да жібересіздер, сосын қайтадан қысып, қайтадан жібересіздер, солай орайсыздар қыздар. Сосын осындай нори листиясын ең шетінен аздап орын қалдырасыздар, оны сулап жібересіздер, жақсылап жабысу үшін. Мінекей, енді қатты қысып нығыздаңыздар, өткені кескен кезде сушиларыңыздың ішіндегілер шашылып кетпес үшін. Мінекей, дайын болды. Міне 4 штук шықты менде. Енді осыны қуыратын боламыз. Ол үшін бізге панировочный сухариді осы тарелкамызға салып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқа қажет болды. Қазір 2 жұмыртқамызды осындай үлкен тарелкеге саламыз, өткені барлығы сыю үшін. Аунатамыз жұмыртқамызға. Одан кейін панировочный сухариге аунатамыз. Одан кейін кәдімгі майда аздап сковородкаңызге майымызды құйып қуырып аласыздар. Тек қызарғанша ғана қуырасыздар. Ол видеоны мен түсіріп үлгермедім қыздар. Оны қиын деп ойламаймын. Барлығыңыздың қолыңыздан келеді деп ойлаймын. Майды көп құймайсыздар. Азғантай ғана құйсаңыздар жеткілікті. Мінекей, қуырылды, дайын болды. Енді осының 2 шетін кесіп алып тастаймыз да қақ ортасынан кесеміз. Мінекей, барлығын осылай бірдей етіп кесіп шығасыздар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Ең бастысы пайдалы, ешқандай артық зат жоқ. Баршаңызға ас болсын.